Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, облыстың әрбір 16-шы тұрғынның өз кәсібі бар. Бұған дәлел соңғы 2,5 жылда 143,3 миллиард теңгеге 16.885 жоба жүзеге асқан. Соның ішінде 1.694-нің салық қарыздары төленбей, жұмыс жүзеге аспаған. Биылдың өзінде 538 жоба тиімсіз қаржыландырылған. Мұнан өзге кәсіпкерлік мектептерінде оқығандардың 90% білімін өз қажеттілігіне пайдаланбаған. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына бөлінген қаржының 8% ғана игеріліп отыр. Жекелеген тұлғалар ұлттық қордан бөлінген жеңілдетілген 6% мөлшерлемесі бар кредит алу үшін елеулі мәні бар көрінеу жалған мәліметтерді ұсыну арқылы мемлекеттік қолдауды заңсыз алуда. Мысалы, Ақмерген өндірістік спорт клубы 130 мың ақш доллар тұратын ресейлік өндіріс желісін офшорлық аймақта орналасқан Кипр республикасынан 10 есе қымбат бағаға, яғни 1.280 мың ақш долларына сатып алған. Біздің бастамамен аталған қаражатты даму қорына кері қайтарылу мәселелері қаралуда. Осындай заңсыз әрекеттерден іс жүзінде өндіріске байланысты кәсіпкерлікпен айналысуға тиісті қашын кәсіпкерлер қажет қолдау көре алмай тұр. Мемлекеттік бағдарламалардың нәтижелі орындалмауының басты себебін облыс прокуроры жүйелі әкімшілік кедергілердің көптігімен байланыстырады. Тіпті халыққа қызмет етуі тиіс мемлекеттік қызметкерлерді Ибрахим Әлжанұлы қайыршыларға теңеп, біраз сынға алды. Келген адам қалтасын көрсетпесе, конвертін көрсетпесе, оның мәселесін шешуге мүдделі емес. Ал енді олардың қаншалықты мемлекеттің саясатын түсінетіні өздеріңізге мәлім. Біз сіздерге талай рет айттық. Ресторанға барсаңыз, даяшылар қалай жүгіріп жүр? Таксиге мінсеңіз, қандай жағдай жасайды? Музыкаңызға дейін қойып береді, қайсыстарын қойып береді. Осы сияқты мемлекеттік қызметкерлер халыққа қызмет ету керек. Ал енді отырып алып, бүгін ана қағазымды алып кел, ертең ана арғы қағазымды алып кел. Бір апта сандалтса, сосын ана түсінеді өзі. Не үшін қайта-қайта қайтарып жатқанын. Оны қайыршы демей кім дейсің? Жергілікті полицейлердің де жұмысына бас прокурордың көңілі толмай, тіпті оларды тұрғындарға еңбек етуге кедергі жасауда деп қынжылады. Мен уже бірнеше сөйлестім жергілікті полицияшыларға. Өзінің бүгінгі күнге дейін критерия жоқ. Өзінде бүгінгі дейін индикатор жоқ. Өзінің бүгінгі дейін не салада халықтың алдында есеп беретіні жоқ. Бүгінгінде осылай тышқан аулаған барыспен бірдей болып тұр. Өкінішке орай. Оңтүстікте бизнесті дамытуға барлық жағдай жасалынған. Облыстың 15 аудан қалаларында кәсіпкерлікті қолдау орталықтары жұмыс жасайды. Мемлекеттік бағдарламалар да жеткілікті. Тек қолдан жасалынатын кедергілер тыйылмай тұр. Сондықтан тырнақ астынан кір іздемей, керісінше қоғам болып бұл саланы дамытуға күш салуымыз қажет деп қорытындылады Ибрахим Иманов. Салтанат Мархабаева, Нұрлан Бексаидов, Нар Ньюс.